Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен картошка пирожныйсының ең күшті рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін қажетті ингредиенттерді алдын ала дайындап аламыз. Бізге сұйық май, сары май, ұн, қант, тұз және де какао керек болады. Ең алдымен бисквит жасауға көшсек, алдымен қант пен жұмыртқаны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне осындай күйге жетуі керек. Әрмен қарай айранға 1 қасық сода қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Сол кезде айран мөлшерінде 2 есе көбеюі керек және осындай көпіршіктер шығады. Бұл біздің бисквитіміздің көтерілуіне өте маңызды болып табылады. Әрі қарай массамызға қосамыз және қалған ингредиенттерді сұйық май, сары май, тұз, какао және ұнды қосып біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Жалпы бұл бисквиттің рецебі өте тиімді. Тек қана осы пирожное ғана емес, кейк попс және де бисквитный торт жасауға да қолдансаңыздар болады. Енді дайын болған массаны 20 диаметрлік формаға құямыз. Жалпы бұл рецептте формасы маңызды емес. 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Дайын болғанын осылай зубочистка арқылы тексереміз. Енді 200 грамм сгущенка, какао және сары майды аламыз. Ал бисквитті жақсылап тұрып суытып аламыз. Міне осындай күшті бисквит шығады. Қараңыздар, түсі де өте әдемі болды. Енді қолмен осылай ұсақтаймыз және де 200 грамм сгущенка, еріген сары май және какао қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырған кезде ол пластилин сияқты болуы керек. Міне қазір көрсетемін. Және осының бетін жауып, холодильникке 1 сағатқа демалдыруға жібереміз. Холодильникте тұрған масса қолға қатты жабыспауы керек. Енді пирожныйны шарик немесе осындай формаға келтіреміз де морозильникке 30 минутқа саламыз. Себебі қолға жабысып формасын сақтамауы мүмкін. Ганаш үшін еріген шоколадқа 100 грамм сливки қосып біркелкі болғанша араластырамыз. Менде Казахстан шоколады. Пирожныйны морозильниктен алып, осылай ганашқа батырып аламыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуларыңызды өтінемін. Өте тәтті, стильде де әдемі көрінетін картошка пирожныйсы дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.